Қайырлы күн, құрметті аудан тұрғындары, әлеуметтік желі қолданушылары. Қазіргі таңда суға түсу маусымында суда адам қазасының көбеюі өзекті мәселе болып отыр. Осыған орай бүгін судағы қауіпсіздік бойынша Қазалы аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы, азаматтық қорғау подполковнигі Алтынбек Сауытбекұлымен тілдесетін боламыз. Ендеше сөз кезегі брифинг спикеріне беріледі. Саламатсыздар ма, аудан тұрғындары мен қонақтары және әлеуметтік желі қолданушылары. Ауданымызда су айдындарында, әсіресе Сырдария өзенінде жыл сайын азаматтардың әртүрлі себептермен қайғылы жағдайларға ұшырауы кездесіп отырады. Оның ішінде жаз айларында суға түсу маусымында судағы адам қазасының көбеюі өзекті мәселе болып отыр. Елімізде 2022 жылдың бүгінгі күнге дейін мәліметіне сүйенер болсақ, 12 адам суға шомылу барысында қаза болып отыр. Оның ішінде аудан бойынша абайсызда 3 оқиға тіркеліп отыр. Суда адамдардың қаза болуының негізгі себебі қауіпсіздік ережелерінің өрескел бұзуы болып табылады. Атап айтар болсақ, өзен немесе каналдардың кез келген әрі зерттелмеген ағысы жылдам, терең, жағалары тік жар жерлеріне суға түсу салдарынан болып отыр. Спирттік ішімдік ішіп суға түсуі, балаларды ересектердің бақылаусыз қалдыруы қайғылы оқиғаларға әкеліп соқтыруда. Бұларға болса суға түсуге қауіпті аймақтарда азаматтардың рұқсат етілмеген жүзу құралдарын қолдануы және алғашқы көмек көрсету тәсілдерінің білмеу салдарынан көбеюіне әкеліп соқтыруда. Бөлімнің қызметкерлері мен аудандық полиция бөлімі және де ауылдық округ әкімдерімен бірлесе отырып күнделікті жергілікті уақытта 13:00-ден бастап 18:00-ге дейін су жағалауларында, дария жиектерде де кезекшілік ұйымдастырып, рейд жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар әлеуметтік желілерде де, баспасөз беттерінен де судағы қауіпсіздік ережелері туралы мақалалар жарияланып, сонымен қатар білім бөліміндегі жасөспірімдерге және ата-аналармен онлайн кездестірулер ұйымдастырылып, түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Бұл жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Аталған тақырыптарға байланысты толық ақпарат ала білдік, судағы қауіпсіздікті сақтауға тырысайық.